Қарға неге ораза ұстайды? Құстардың арасында ең ақылдысы қарға екенін білесіз бе? Ол туралы түрлі аңыздар бар. Қасиетті Құран кәрімде қарға жайлы аз айтылмайды. Жер бетіндегі ең алғашқы қылмысты жасап, өз бауыры Абылды өлтірген Қабылға адам денесін көмуді осы қарға үйреткен деседі. Ал қасиетті Қағба тасына қаскөйлер шабуыл жасағанда қарғалар қара бұлттай үйіріліп, әуеден қара тасты қарша боратқан екен. Осылайша Қағбаны қиратпақшы болған әскерді тып-типыл етіп, қасиетті тасты аман алып қалған деген аңыз бар. Қазіргі Африка мен Оңтүстік Америка жерін мекендеген халықтар қарғаны ежелден өзінің сыйыну белгісі ретінде таңдаған. Тарихи деректерде үйсін күнбиінің баласын қасқыр емізіп асыраған болса, оған етті қарға тасып беріп отырған екен. Аңыздардан бөлек ғылыми зерттеулер де қарғаның ерекше қасиетке екендігін растайды. Австриялық ғалымдар қарғалардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамығанын дәлелдеп шыққан. Бір топта болған қарғалардың бір-бірін алыстан танып қоятыны анықталған. Олар жемге таласып, жауласқан дұшпандарын да өле өлгенше ұмытпайтын болған.